Саламатсыздар ма? Қазір мынау параметр бар, квадраттық теңдеуді қарастырамыз. Яғни бұл жерден бізден сұрап тұр екен, x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратының мәні неге тең? Және осы a-ның қандай мәнінде, a қандай болғанда, a қандай болса, ондай болса, мынау x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты, яғни минимум болады дейді. Яғни a-ның қандай мәнінде, мына түбірлерінің, осы берілген квадраттық теңдеуіміздің түбірлерінің квадраттарының қосындысының мәні ең кіші мәнге ие болады дейді. Осыны табыңыз дейді. Ең бірінші, бұл есепті шығаратын болсақ, ең бірінші біз квадраттық теңдеудің түбірі бар болу үшін, яғни дискриминантымыз үлкен не тең 0 деген шартты жазып алайық. Олай болса, дискриминантымыз 2 азайтылған a-ның квадраты, азайтылған 4 еселенген 5 азайтылған a, бұл бізде қандай үлкен не тең 0 деген осы a-ға қатысты қазір теңсіздікті шешетін боламыз. Ал осы теңсіздігімізді шешетін болсақ, 4 азайтылған 4a қосылған a квадрат, азайтылған 20 қосылған 4a. Бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай 4a мен 4a жойылып кетті, сонда a квадрат азайтылған 16. Енді осы жерден үлкен не тең 0 деген мына теңсіздікті шығаруымыз керек қой. Ал мен бұны шығаратын болсам, a квадрат үлкен не тең 16. Енді квадрат болғандықтан екі жағында түбір астын алатын болсақ, a квадрат үлкен не тең түбір асты 16. Ал енді a квадратты түбір астынан шығаратын болсақ, ол жерде әрине бізде модуль a шығады, модуль a үлкен не тең 4 деген шығады. Ал бұл дегеніміз a тиісті минус шексіздіктен минус 4-ке дейін бірігу 4-тен плюс шексіздікке дейін деген болады екен. Яғни біздің мынау a деп отырған параметріміз осы аралыққа тиісті болса ғана бізде мына берілген квадраттық теңдеуіміздің шешімдері табылады екен. Себебі мынау a осы аралыққа тиісті болса, дискриминантымыз үлкен не тең 0 болады екен. Ал енді осы жерден бізден x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратының мәні неге тең екендігін табыңыз, және соның a-ның қандай мәнінде ол минимумға тең болады дейді. Соны анықтаңыз дейді. Олай болса, мен ең бірінші Вет теоремасынан қолданамыз бұл жерден. Оны мына жаққа жазайық. x1 қосылған x2 ол Вет теоремасы бойынша a минус 2-ге тең. Мына жақтан бізде яғни минус b-ға тең еді ғой, мына x-ның алдына коэффициентке, сонда мына минус қойған кезде мына 2 минус a-ның таңбасы ауысты. Ал енді екеуінің көбейтіндісі бұл бізде 5 азайтылған a-ға тең болу керек. Сонда міне мынандай теңдеулер жүйесіне келдік қой. Ал енді осыдан біз x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты неге тең екендігін тапқым келіп тұр. Олай болса, мынаның екі жағында біз квадраттап жіберейік. Сонда көріп тұрғандарыңыздай, x1-дің квадраты қосылған 2 еселенген x1 көбейтілген x2 қосылған x2-ның квадраты, бұл дегеніміз a квадрат азайтылған 4a қосылған 4-ке тең екен. Енді осыдан мен x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратын өрнектеп болсақ, бұл дегеніміз a квадрат азайтылған 4a қосылған 4 азайтылған 2 еселенген x1 мен x2-ның көбейтіндісі, міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерге қоямыз ғой енді орнына. Сонда 2 еселенген 5 азайтылған a-ға тең екен. Сонда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты деп отырғанымыз a квадрат азайтылған 4a қосылған 4 минус 10 қосылған 2a-ға тең екен. Енді осыны тағы да ары қарай ықшамдайтын болсақ, тағы да a квадрат азайтылған 2a азайтылған 6. Сонда бізге де осыны сұрап тұр ғой, түбірлерінің квадраттарының қосындысы неге тең деп. Яғни түбірлерінің квадраттарының қосындысы міне мына өрнекке тең екен, a квадрат азайтылған 2a минус 6 дегенге тең екен. Енді бізден сұрап тұр ғой, a-ның қандай мәнінде осы оң жағындағы a-ға қатысты мына квадраттық функциямның мәні ең кіші болады дейді, яғни ең кіші мәнге ие болады дейді. Ол үшін онда біз мынаны қазір былай жасаймыз. Мынаны қара түспен жазайын қазір астына. Яғни a квадрат минус 2a минус 6-ны біз осының толық квадратын бөліп алайық. Олай болса мен минус 2a плюс 1 деймін, онда мына минус 1 азайту 6 деймін. Яғни мына астын сызып қойғанымызды көріп тұрғандарыңыздай бірді өзіміз қосып азайттық. Сонда мына бөлігі сіздерде нені береді екен бізге? a минус 1-дің квадратын ғой. Бұдан байқайтынымыз a минус 1-дің квадраты азайтылған 7-ге тең екен. Сонда қарап отырсақ, мынау бізде a минус 1-дің квадраты минус 7 дегенге ықшамдалды. Ал енді мынау бізде ең кіші мәнге ие болу үшін, онда a нешеге тең болу керек? Әрине, a, мына жаққа жазайық, a 1-ге тең болған кезде ғана мынау бізде, мына көріп тұрғандарыңыздай,
а минус 1-дің квадраты бұл 0-ге тең болады да, бұның ең кіші мәні минус 7-ге тең болады. Яғни, мына жаққа жазайық. Кіші мәні минус 7 болады екен. Ең кіші деп айта алмаймыз әлі. Ең кіші деген дұрыс шығар, бірақ мынау а 1-ге тең деген шартымызды көріп тұрсыздар ғой. Ал енді бастапқыда мына квадраттық теңдеуді біз нақты сандар жиынында шешіп жатқандықтан дискриминанты бізде қандай болу керек? 0-ден үлкен немесе тең деген шартты қанағаттандыру керек қой. Ал а олай болса минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 4-тен плюс шексіздікке дейін екен. Демек, онда а мына екеуінің ешқайсысына тиісті емес, сондықтан а 1-ге тең болса, онда бұл нақты түбір емес, комплекс түбір болады екен. Ал яғни комплекс түбір болатын жағдайда а 1-ге тең болса, онда ол түбірлердің квадраттарының қосындысы ең кіші мәні, яғни минус 7-ге тең болады екен. Ал біздің жағдайда бізде дискриминант үлкеніне тең 0 деген шартымыз бар ғой. Міне. Дискриминант ол а мына аралыққа тиісті екен. Ал олай болса, біз мына жерден енді дискриминантымызды 0-ге тең деген кездегі мәнін қарастыратын болсақ, бізде дискриминантымыз неге тең болды? Ол а-ның квадраты минус 16-ға тең ғой. Осыны 0-ге теңестіретін болсақ, а дегеніміз плюс минус 4. Енді осы жерден мына а-ның 4-ке және минус 4-ке тең болған кезін ғана қарастырамыз. Сонда бізде не шығады? Яғни түбірлерінің квадраттарының қосындысын қазір өрнектейміз. Енді а деп отырғанымызды 4-ке тең болса, онда мынау квадраттарының қосындысы көріп тұрғандарыңыздай а-дан тәуелді квадраттық функция шықты ғой. Ал оны ықшамдап едік, ол а минус 1-дің квадраты минус 7-ге тең болды. Сонда мына жаққа жазайық, x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты, ол дегеніміз 4 азайтылған 1-дің квадраты минус 7 екен. Ал осының мәнін есептесек, 4-тен 1-ді азайтатын болсақ, 3, 3-дің квадраты 9, 9-дан 7-ні азайтсақ, 2-ге тең екен. Енді тағы да а-ның минус 4-ке тең болған, яғни дискриминантымыз 0-ге тең болғандағы шешімін салыстыратын болсақ, онда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты, ол тең. А-ның орнына, міне қараңыздар, мына 4 қайдан келді деген сұрақ туындаса, мына жердегі мына а-ның орнына, мына а 4-ке тең кезде, яғни дискриминантымыз 0-ге тең болатын бір жауапты қойдық. Сонда мына 4 содан келіп тұр. Ал мынау минус 4 болса, онда мына а-ның орнына минус 4-ті қоямыз ғой. Сонда минус 4, минус 1-дің квадраты азайтылған 7. Ал бұл дегеніміз 25 азайтылған 7, бұл 18-ге тең екен. Сонда көріп тұрғандарыңыздай, а 4-ке тең болса, яғни түбірлерінің квадраттарының қосындысы 2-ге тең екен. Ал а дегеніміз минус 4-ке тең болса, онда ол түбірлерінің квадраттарының қосындысы 18-ге тең екен. Сонда біз жауап ретінде нені аламыз? Бұл тек қана мына жақта есептің шартында бізде комплекс сандарында өрісінде шешіңіз деп ешқандай мәлімет айтылмағандықтан, сондықтан біз тек қана нақты сандар жиынында жүрміз. Яғни r-да. Бұны енді нақты сандар жиынында шешетін болсақ, сонда жауабы а тең 4 болғанда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты тең 2, яғни осы ең кіші мәнге ие болады екен. Міне, мына есебімізді қазір кішірейтейін. Міне, бұны толықтай міне осылай шығарамыз. Бұл бізде параметрі бар квадраттық теңдеу. Яғни міне сіздерден а-ның қандай мәні десе, ең бірінші дискриминантқа назар аударасыздар. Одан кейін міне Виет теоремасын қолдандық. Одан кейін мына біріншісінен екі жағын квадраттадық. Ол кезде мына а 1-ге тең болды. Ал мынау а 1-ге тең дегеніміз бізде мына шартты қанағаттандырмайды. Сондықтан мынаны алмаймыз. Бұл қай кезде? Бұл егер мына жақта жазып қояйық. Бұл тиісті комплекс. Яғни а 1-ге тең болса, онда бұның түбірлері комплекс сандар жиынына тиісті болады. Ал а дегеніміз плюс-минус 4-ке тең болса, әрине ол нақты сандар жиынында болады. Сонымен бізде мына есебіміз осылай шығады екен.